Несиеге де білім алуға болады. Әсіресе бұл мемлекеттік грантқа ілікпей ақыл оқуға шамасы келмейтіндер үшін таптырмас мүмкіндік болып отыр. Ол үшін қаржы орталығы еш кепілдіксіз ұзақ мерзімге білім несиесін алуға демеу болмақ. Ал оған қол жеткізудің жолдары қандай? Маңызды мәселенің мәнісін әріптесім Әсел Тұмашқызы түсіндіреді. Гүлден Ахметова жоғарғы оқу орын экономист мамандығы бойынша бітірген, магистрлік дипломы тағы бар. Еңбек жолын Қазпошта акционерлік қоғамында бастады. Талабы таудай қыз әлі де білім алуға ниетті. По той специальности не было. Мен тиісінше балл жинағанымен қалаған мамандығым бойынша грант болмады. Сондықтан несиеге білім алуды ең тиімді жол деп ұйғардым. Қаржы орталығы менің оқуға түсуіме жағдай жасады. Бірінші курстан кейін грантқа ауыстым. Сол кезде мұндай мүмкіндікті пайдаланбағанымда қазір не істерімді тіпті елестете де алмаймын. Меніңше жастарға білім алуға берілген мүмкіндікті жіберіп алмаған жөн. Елімізде жыл сайын бөлінетін мемлекеттік гранттар барлық талапкерлерге жете бермейтіні рас. Ал ақылы білім алуды кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Сондықтан жауапты министрлік білім алуға ынталы жастарға жағдай жасап, қолдау көрсетуге мүдделі. Статистикаға сүйенсек, 2005 жылдан бері елімізде 7,5 мың талапкер білім несиесінің шарапатын көрген. Ему нет необходимости искать. Талапкер мемлекеттік білім несиесін алғанда одан кепілдік талап етілмейді. Қажетті құжаттар болса, қаржы орталығы кепіл болады. Несиені өтеудің шектеулі мерзімі бар. Мәселен, талапкер алған ақшаны оқу бітірген соң 6 айдан кейін қайтара бастайды. Демек, қолға диплом алғаннан кейін жұмысқа орналасуға жарты жыл уақыт беріледі. Соның өзінде тек алған қаржының пайызын ғана өтейді. Мамандардың айтуынша білім несиесі кез келген талапкер үшін қол жетімді. Жоғарғы оқуды бітіргеннен кейін бірден қайтару міндетті емес. Яғни талапкер алған қарызын 12 жылдың ішінде қайтарып берсе болғаны. Есесіне диплом қолда, болашақ жолға бастайды. Әсел Тұмашқызы, Өмірбек Ізімов, 24 KZ, Астана.